Ассалаумағалейкум достар, YouTube көремендер. Міне біз отправкілер жібердік. Соны енді олардан отзыв алдық. Соны YouTube каналға саламыз. Қазір мен сіздерге отзыв көретін боласыздар. Олай болса, кеттік достар. Распаковка 5-й коробки. Вверх ногами. ВД-60. ВДшка. Да. Их тут 2, 4, 6, 8, 10, 12. 24. Вот пришел товар. 8 коробок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот мына фураға кетіп жатыр. Ақтөбе. Ақтөбеге мына Айбарға кетіп жатыр. Күтіп алыңыз. Ал міне бүгін Бекзат бауырымыздан азаттарды алып, азма жайғастырып, әлі болашақта жайғастырамыз. Қазір реттестіріп жатқан күйім бар. Кішігірім аксессуарлар ғой. Мына жерде карп, ВД-40, насос, литол. Міне достар, қаншама адам осылай ашып жатыр автоаксессуарды бізден алып, енді ашқан ниеттері дұрыс болып, ала қала бизнестері жүре берсін, ары қарай дами берсін, әр қазағым бай болсын. Міне Жамбыл бауырымыз ашты, көрдіңіздер, витринасын Бұрындай жақтан, сосын Өскемен жақтан алды, Александр деген 8 коробка. Ол да жаңадан ашып жатыр. Мейірбек деген алды мен Ақтаудан. Осылай сіздерде сенімді болып, заказ етіп, біздерге сеніп, заказ берсеңіздер болады. Бізді қолдап, және лайк басып, басқаларға таратып, жүріңіздер, қазақша контент көп болсын десеңіздер. Сіздердің қолдауларыңызбен біз жоғары көтерілеміз. Достар, міне біздің отзывтарды көрдіңіздер. Енді сіздерге тағы сенімді болу үшін әлі Қазалға баратыр, Ақтауға баратыр. Тағы да солар әлі бұйырса барады, Алла қаласа. Сояқтағы да адамдардың кері байланысын көргілеріңіз келсе, біздің телеграм каналға өтіп, ояқта біз осыған дейін қаншама отправка отыр, бірақ біз деген отзыв жинап, өйтіп істемей дегеніміз, 1-2 отзыв аламыз болды, оны адамдар көрмей шығар деп ойлаймыз. Біреулерге қызық, біреулеріңізге қызық емес, біреулеріңіз сенесіздер, біреулеріңіз сенбейсіздер, адам болғасын енді кішкене сенікі еремей, ондай күмән болады. Бәрімізде де тексеріп алған да дұрыс, бірінші заказ етпей тұрып. Сол үшін бізді қолдап, басқаларға таратып жүріңіздер. Енді біздің видеомыз осылай иншотпен жөнді шықпай қалған шығар, бірақ мен оған мән бермеңіздер. Келесі видеода кездескенше достар.